I'm from Kazakhstan, come Kazakhstan деген өзіміздің бір-екі неміз бар ғой. Сондай сөздерді айтқан едім. Мұсылман елі деп ойлайсың, алдам. Клиенттеріңді алдайсыңдар ма? Иә, алдаймыз. $500 Дубайда нөмір аласың. Тупой бір нәрсе бар да. Ұрланған, ұрылмаған родной краска деп сату мүмкін. Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен бірге Шолуда KZ. Саяхаттың тағы да бір түрі бұл бизнес саяхат. Көбінесе Дубайға адамдар осы үшін келеді. Біз тағы да автокөлік базарындамыз, және де бұл қанша жылдан бері әлі де актуалды тақырып. Дубайдан көлікті қалай әкелеміз? Ал ендеше осы салада 3 жыл бойы Дубайдан нанын тауып жүрген осы саланың маманы мен сіздерді Бағжан деген жігітпен таныстырайын. Ассалаумағалейкум, Шолуда KZ көрермендері. Есімім Бағжан, Шымкент қаласының тумасы болам. Бізде Сұңқар авто компаниясы осы 2 жылдан бері жұмыс жасаймыз, Дубайдан көлік жібереміз қазақ еліне. Ал ендеше көп қойылатын сұрақтың бірі, Дубайдан ең төмен бағаға қандай машина алуға болады? Ең төмен бағада бізде Дубай елінен, Дубай қаласынан Camry 50 2012-ден 2014 арасында, Sonata бар, тоже 2016-2017 и Kia Optima. Осы көліктерді біз жобамен есептеген кезде, енді аукционнан ұтып алатын бағамыз 2-2,5 миллионға дейін. Енді бізде отель сбор, первичный регистрациясы бар, бәрін қосып есептесек, 6,5-7 миллион арасында қазақ нөмірмен кіреді. 6,5-7 миллион теңге. Міне, достар, ағайын, ең төмен баға бұл автокөліктерден, е? Енді полный бәрін қосқанда. Транзит нөмірмен, қазір бізде транзит нөмірмен де жүреді адамдар. Енді актуальный машиналардың, білмеймін, енді 1 миллионға да машина бар шығар, өліп қалған машина. Бар. Бірақ актуальный машиналар бұл 7 миллион теңге. Бұл БУ көліктер, ал жаңа көліктерден алар болсақ, ең төмен бағада кіретін машина. Suzuki. Қандай? Бален деген көлік бар, кішкентай. Suzuki Swift бар ғой, одан да кішкентай. Ол да бар, кішкентай. И Kia Picanto, кішкентай, осы көлік. Қателеспесем 4 миллион 200 миллион 300 ба? Swift? 7,5 миллионға жоғымен тоже. Жаңа көлік, су жаңа, 7,5 миллионға кіреді. 7,5 миллион теңге. Матиздің прямой конкуренті, Swift кішкентай ғана машина бар ғой, қыздарға арналған. Қай жерден машина сатып алған тиімдірек қазір? Қазір негізі аукционнан. Біз прямой аукционнан аламыз. Ол жерде бағаны қараңыз. Біз өзіміз бағаны қоямыз. Осы бағаға дейін мысалға ойнаймыз деп бір көлікті есептейміз. Мысалға Toyota Highlander көлігін алатын болсақ, осы рынокта мысалға готовый дайын варианттардың бағасы 14-15 миллион теңге. Ал сол көлікті біз аукционда 10-11 миллионға дейін ойнаймыз. Получается, қараңыз, 11 миллионға дейін біз ойнадық. 2021, мына жақта дайын вариант 2021. 11 миллионға дейін ойнадық. Одан кейін жаңа ремонтын бәрін есептеген кезде бізге дайын болып 11,5-11 миллион 100 теңге көлік уже дайын болып түседі. 3,5 миллион теңге дейсіз, аукционнан алсаңыз 3,5 миллион теңге ұтасыз көлікті. Және де прямой енді Америкадан заказ береміз, біз Құдай қаласа ашып жатық. Америкадан көлік заказ берсеңіз де, ол кезде де прямой заказ берсеңіз, ол кезде побольше ұтасыздар. Соқал қаражда ұрылған, бірақ істелінген машиналар, жағдайлары тамаша, керемет енді. Аукционнан алынған. Аукционнан алып атады кейде өздері, осы шоурумның иелері, Америкадан заказ береді, өздері істетеді осы жерде Дубайда, және де осы жерге сатуға қояды. Ал бұл жігіттер аукционнан прямой сатып алады, өздері істеп, бірақ арзанырақ береді. И бұл жерде бір айта кететін жағдай, Соқал қараж базарына Канададан келеді көліктер, мысалға. Lexus RX 350, Highlander, Palisade Канададан келеді, бірақ көліктер ұрылмаған, соғылмаған. Осы жерге келеді. Ол көліктерді уже біз осы жерден әдемі бағада алуға болады. Ал анау Канаданың машиналары ұрланған, жаңағы бірдеме дейді. Ол қалай болады құжаттары? Құжат жағынан ешқандай проблема жоқ. Негізі олар ұрланған машиналар ма? Ол жақтан алып келеді, ұрлап алып келеді, бірақ Дубай білесіздер, Тинполмен жұмыс жасамайды, содан кейін ешқандай зияны келмейді. Қазақстанға кәдімгідей осы жерден алынған бізде чегі бәрі болады. Қазақстанға отправкасын жасаймыз. Келгеннен кейін официально бәрі растаможка бәрі төленіп, қазақтың нөмірімен. Бізде Қазақстанда оны іздемейді, ол машинаны? Оны іздемейді. Бізде ұрланған машиналарын тауып дейсің ғой. Дубайдан көлік алудың 2 түрі бар, мен білетін. Бұл автотур, яғни қонақтарымыз шақырып, жаңағы өзіміз аэропорттан күтіп алып, гостиницадан алып кетіп, бүкіл базарларды көрсетеміз. Не болмаса онлайн сатып алу, қайсы үнемдірек болады адамдарға? Автотурмен келетін болса, ол кезде бұл жерде
туда и обратно билеті бар, жаңа гостиницасы бар, лишний расходта негізі. Бірақ келіп кетсе болады, ол өйткені бізге де жақсы көлік клиент өз көзімен көріп кетеді, претензия жоқ. Что ертең күні бізге шағым айтамайтындай, ол да жақсы. Бірақ расход жағынан келетін болсақ, ол кезде уже 400-500 мың теңге көптеу шығады тағы да. Ал онлайн заказ берсе, тоже самое, негіз біз видеозвонокпен клиентпен бәрін көрсетіп, талш номермен тексеріп, көзінше бәрін көрсетеміз. Датовананы мелочь сарапинаға дейін көрсетіп береміз. Ол кезде енді бір жағынан уақыт үнемдейді клиент, бір жағынан ақшасын экономдайды. Дубайды келіп көріп кетеміз, құдай қаласа жаңа қыдырып, машина алып кетеміз деген жандар болатын болса, ол кезде приятно и полезно, өте қолайлы. Сафариға барады, қыдырады, бұл жерде бала шағасымен келеді мысалға. Онлайн покуп қазіргі таңда адамдардың сенімі қалай сіздерге? Жақсы, шүкір. Енді осы уақытқа дейін біз 150-ден астам көлік жібердік. Автотурмен кеп кеткені бар. Соның ішінде көліктер клиенттердің бәрі разы, ешқандай не жоқ. Енді бұл жерде біз бір клиентке жібереміз, бір клиент көлігін алғаннан кейін разы болғаннан кейін ол жанындағы таныстарын айтады, адамдарын айтады, сөйтіп салафанный радио дейді ғой, бір сөзбен. И солай жан-жақтан уже бізде доверие көбейіп, клиенттеріміз Аллаға шүкір көбейіп жатыр. Банк арқылы ақшаны қалай жіберуге болады жалпы? Мысалға аз сумма болатын болса Каспийға жібереміз, өйткені процент ұстайды ғой, и білінбей қалады да. Көптеу сумма болатын болса, ол кезде біз өзіміздің компания бар Дубайда, сол компанияның шотына жібереміз инвойс арқылы. Бізде енді ақшаны Жусан или БЦК банктен жіберген дұрыс, уақыт жағынан тездеу келеді. Ал кейбір мысалға банктерді айтатын болсақ, уже уақыт жағынан одан кейін сұрақтары да көп. Халық банк жайлы айтып жатсың ғой. Қазіргі таңда Халық банк ақшаның шыққан жерін сұрайды сіздерден. Жолын сұрайды, машинаның қай жақпен келеді, қалай келеді. Одан кейін ақшаны қайдан алдың дейді, үй саттың ба, не істедің деп сұрайды, тонадым ба деп па. Осы Сұңқар авто бұл көлік жайлы Инстаграм парақшаң бар сенің. Және де өзінің личный каналың бар, Бага Дубайский деген. Ол жерде личный бренд. Саған қазір жасың 24-те, саған қызығып жүрген жастар көп. Қазіргі таңда сен Дубайға келсен, не істейтін едің? Неден бастайтын едің? Әлі де актуалды тақырып па? Бір жерде конкуренция деген тема бар. Қазір Дубайдың автокөлік деген Инстаграм парақшалары өте көп. Өте көп, иә. Біріншіден тіл білу керек. Өйткені тілді білмесен, бұл жақта енді көп адам алдап жібереді. Мұсылман елі деп ойлайсың, алдамайды деп, бірақ бұл жерде мұсылман елі болғанменен жан-жақтан келген, жаңа Ираннан, Пакистаннан, Афганистаннан келген халық саны өте көп. Сол себепті алданып қалу мүмкін. Ол да басымыздан өткен кезінде, бірінші келген кезінде. Енді опыт қой, өйстіп алданып, қазір шүкір жолдарын бәрін білеміз. Бірінші негізі тілді біліп, дұрыс бағыт, дұрыс адаммен таныса білу керек келгеннен кейін. Өйткені жаңағыдай дұрыс көмектеспесе, мысалға бас жағында, ол кезде қиындау болады ары қарай. Әлі де келуге бола ма Дубайға көлікпен айналысу үшін? Болады. Екіншіден Инстаграм жүргізе білу керек, жақсы. Видеоға жақсы түсіру керек. Клиенттермен енді қалай общение дейді ғой. Әрбір клиентпен жақсы отношение ұстап, жақсы сөйлесіп, жақсы жұмыс жасаса, негізі тілді біліп болады істеп кетуге. Дубайда көп қой бұл жерде возможно. Мен білетінім, қазір Грузияда да Сұңқар авто бар. Сенің компанияң Дубайдан машина алып келу, Грузиядан машинаны алып келу. Қандай айырмашылығы бар? Үнемділігі неде? Пайдасы, тиімді жағы? Қараңыздар енді, Грузиядан тиімді жағы біріншіден уақыт. Көлікті о жақтан бір апта көлемінде уже клиент өзінің қолына алады. Бағасы жағынан салыстырсақ, Дубай сәл арзандау. Сәл болғанда енді көліктің бағасына қарайды. Уақыт жағынан, Дубай жағынан келу уақыты бар, күтетін уақыты бар. Енді біз бұл жақтан аукционнан аламыз. Мысалы, Грузияда Camry елулер $8,500, $9,000 болатын болса, біз аукционнан ол көліктерді $4,500, $5,000 ұтып аламыз. Аукционнан. Көрдіңіз ба? $1,500-2,000 енді бағасында айырмашылық бар. Ал енді уақыт жағынан Грузия тез келеді. Кореядан көлік әкелу жөнінде сен не білесің? Корейский сборка өзіме ұнайды енді. Ол жерде простой комплектацияның өзінде кожаный салонмен, подогревпен болады да. Көбісі енді білмейміз ғой, негізі біз енді таныстардан, сол жақта араласатын балдар бар. Солардан сұраймыз, енді олар айтады, ол жақта Carfax деген нәрсе жоқ. Мысалға, Carfax жоқ. Ал Америкада көліктер бәрінде Carfax болады. Сіз көліктің алдыңғы тарихын көресіз. Қанша километр жүрілген, қалай болған, не болған, бәрі қанша баға алынған, даже кім айдаған, бәрі жазылып тұрады. А Кореяда ондай жоқ. Мысалы, қазір дамыған заман ғой, мысалы, кассаправтар полный екі машинаны құрап, родной краска қылып шығарады да. Сол сияқты Кореяда да жақсы, мысалға. Өзбек бауырларымыз сол жақта кассаправ болып жүр, өте мықты істейді. Енді ол жақта мықтылап, жақсылап тексеріп алынмасан, мысалға, ол жерде көп машина ұрылған, машинаны жақсылап істеп, ұрылмаған родной краска деп сату мүмкін әбден.
мен жеке ойым да бұл. Бұйырса енді алда уақытта 3-4 айдың ішінде Кореяға да барып көрсек дейміз. Онда зерттейтін боламыз алла қаласа. Негізі мен Кореяда да болдым. Ол жерде машиналарын жақсы қарайды, қалалары, көшелері бәрі әдемі, өте тәртіпті халық екен бұлар негізі. Мемлекеттің заңы мықты. Одан кейін кәрістер мысалға машинаның бір соқты ма, фарасын бірдеме сразу давать етіп жібереді. Америка сияқты, Америкада сондай ғой. Машина ДТП болады, сразу аукционға береді. Страховая компанияға береді, страховая компания потом аукционға ойнатып жібереді. Сол сияқты. Кореяда дамыған. Бізде Қазақстанда машина соқты, істелінеді, сатылады, сол жерде жүре береді ғой. Бізде страховка бересің, страховканың 1 ай, 2 ай арасында 1 жыл күтесің, жыры көп қой. Құдалықтан келген анау шапан сияқты қолдан қолға жүре береді. Қазақ десін өзіне тиіп кетеді. Утилизбормен кетеді деп ойлайсың, ол да жоқ екен. Шиналарды утилизировать ететін компания жоқ екен, по сути. Бар болғандары, оларға ақша керек емес, просто келіп тапсыр дейді, тегін дейді. Еще нормально көп машина болса ақша береміз дейді. Оларға тиімді. Дубайда утилизбор бар ма негіз? Дубайда жоқ, қараңыз. Дубайда мен алдында көлік алдым. Қанша теңге кетті ойлайсыз нөмір алуға? Жобамен плюс-минус өзіңіздің ойыңыз. 150 мың? 150 мың жоқ. $500 кетті. 250 мың теңге. 250 мың теңге біздің теңгемен шаққанда 230 мың әртүрлі. 225. Қараңыздар, $200 страховка төлейсің, $100 нөмірге жаңағыдай. Ол жақта Дубайда шығатын нөмірі бар. Ар жағында $200 техпаспорт оформление бар ғой. Сонымен $500 мен Дубайда нөмір аласың. Кез келген көлікке объемы 7 болсын, 1 болсын, без разницы, то есть. Объемға қарамайды. Объемға қарамайды. Қандай машина бәріне $500. Енді страховкаға қымбат машиналар болады, жаңа Rolls-Royce, оларға страховка побольше болады енді, өйткені қымбат машина болғаннан кейін, может $400, $500. Бізде Қазақстанда білесіз, қазір 3 объемға дейін 923 мың теңге қылды. 3-тен жоғары уже 1 846 мың теңге. Утилизбор керек емес нәрсе ғой. Первичкада мысалға білмеймін не үшін екенін. Қырғызстанда тоже бізде арзан, қатты өте тиімді арзан, оларға тиімді. Ол жағаға жылына қарап, көліктің жылына, объемына қарап, растамошы төленеді, ар жағында первичкасы болмайтын сума первичка төлеп нөмір алады қырғыз бауырларым. Бізге тиімді қылып әкеп қоятын болса, мен жеке ойым, бізде жаңа қаншама қарапайым халық жақсы көліктерді мінетін еді, біріншіден. Екіншіден біздегі жаңа жүрген ескі көліктердің бәрі жоқ болатын еді, кететін еді. Қазақстанға басқа сырт жақтан елдер, мысалы сырт жақтан адам келсе де, қаланы көреді, ішінде жаңа көлік бәрі. Мына халықтардың жағдайы жақсы екен деген сияқты ой ғой. Әрбір халыққа тиімді, қалтасында ұрмайды, көп адам енді бізде айлықтан айлыққа күн көріп жүріп қой енді ол жақта да. Бұл негізі ауыр тема, көңілім түсіп отыр прямо. Действительно халықта алдайды арбайды. Оны айтпай кетсек болмайды. Қазіргі таңда Қытайлар тек Қазақстанның рынок саласын емес, әлемдік саланы жаулап отыр. Мен өзім мысалы Қытайдың машинасымен жүрмін, Хавейл. Күшті керемет бәрі ұнайды маған, білмеймін. Инстаграмға видео түсіргем, тиктокқа. Міне машинаны алдым деп ше. Сол кезде комментарийлар кетті ғой, мына машина 5000 шақырым жүрмейді, өледі, быт-шыт шериді, анау-мынау. Қазақстанда жарты жыл жүрдім, 15 000 пробег. Бәрі нормально, бәрі жақсы, коробка не пинает, мотор әдемі бәрі. Енді Қытайдың машиналары жайлы не дейсің? Бұл жерде Дубайда бар ма, өзің көзқарасың қандай Қытайдың машиналарына? Енді қараңыз, бұл жерде Қытай қазір кірді, осы кредит жағынан тиімді қылып халыққа жасап қойды. Жаңағыдай 5% үстіне процент қоспайсың, немесе 3 жылға рассрочка. Бірінші қарапайым халықтың алу себебі кредитке. Сол себепті Қытайдың көлігін көп алып жатыр кредитке. Екіншіден, енді мен көп жерден естимін, интернеттен, ютубтан видеолар көріп жатыр, енді Қытайдың көліктері қалай бұзылып жатқаны, запчасть табылмай жатқаны. Енді мен өзім айдап көрмегенмін ол Қытайдың көлігін. Мен Қытайдың көлігінен емес, қытайлардың өзінен қорқамын дәке. Қазақстанға то есть кіріп жатыр қазір, уже завод соғып жатыр, ананы соғып жатыр, мысалы уже қанша, может 100 000, 200 000 Қытай кіріп кеткен шығар бізге, білмейміз ғой. Сол сияқты ол Қытай халқы енді білесіз ғой қандай халық екенін бұрыннан. Көп кіріп кететін болса, мен содан қорқамын. Көлігін енді әркім өзінің жағдайына қарай кредитке алып жатыр бір кісілер. Енді әркім ой әртүрлі, мен өзіме жеке ойым ұнамайды Қытайдың көлігі. Мен лучше Германия, болмаса жаңа Япония көлігі мінген жақсы да, запчасть тиімді, барлығы бар, қол жетімді, табылады. Ол қазір Қытайдың көлігін алып аласың, білмейсің енді, пока жаңа машина жүреді, 1 жыл жүреді, может, екінші жыл уже бұзылып, ол запчасть табылмай күйдіріп, запчасть табылған өзінде запчасты
қымбат деген сияқты ғой. Қазір болмайтын фарлардың өзі 300 мың, 400 мың Қытайдың көліктері. Достар, дәл осы жерде Қытай көліктері жайлы өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздерші. Ұнамайтын болса, ұнамайды деп комментарий. Иә. Енді білмеймін, мен қытайларды жақтап отқан жоқпын, бірақ машиналарын қазір сапалы істеп жатыр олар. Білмеймін енді. Дизайн енді әдемі, салонға базарға Зикр, Ли 9, енді потолок машина. Дубайда өмір сүруге қанша ақша кетеді айына? Симкаң бар, жүріп тұруың бар, аренда машина. Бірде арендаға аласың, бірде өзінікі квартираны жалға аласың. Сатып алмаған шығарсың әлі үйді. Қараңыз, қазір мен өзім расходым есептеп берейін. Біз Аджман Эмиратта 2 бөлмелі квартирада тұрамыз. Иә. $2000. $2000 арендасы. $2000 деппін ғой. Арендасы $1,500. $1,500 айына. Иә, $1,500 бұл квартираға айына. Бірақ бәрі бар. Wi-Fi, жаңа парковкасы бар, ішінде бассейн, тренажер, бәрі деген условия жақсы жасалған. Алматыда сияқты екен ғой. Алматы? Алматыда сондай ғой, бағаларын көрдің бе? Алматыда, иә, сондай, бірақ условия бұндай емес па? Да. Бассейн жоқ қой мысалы, тренажер жоқ ішінде, дұрыс па? Иә. Қараңыз, $1,500 мысалға арендаға төлейміз. Бізде енді команда бойынша 2 машинамен жүреміз. 2 машинаға $500-500 $1000, $2,500 кетті ма? Одан кейін тамағым бар, штрафтары бар, платный дороги бар. Салық бар, әрбір Дубайға шыққан, келген платный дорогасы бар, штрафы бар. Одан бөлек грубо тағы бір $2,500 тамағым бар. Сим-картам мысалы тариф, мысалға мен өзім $100 айына. Одан бөлек қасымда балдар бар, каждыйына есептей беріңіз. $5,000 жай ашып. Өткенде сен төледің, тариф үшін төледі, 5 номерға? 250 мың теңге төледім, 5 сим-картаға. 5 сим-картаға 250 мың теңге, достар, ойлаңыздаршы. Бізде тариф қымбат дейсіздер ғой, достар. Интернет қымбат. Қалай? 5 адамға, семьяда 5 адам, әйелің, мысалға өзің 3 балаң, бәрі мектепке барады, бәрі телефон бар. 250 мың теңге қалай? Так, дальше. Зор ма? Соларды есептегенде сондай расход кетіп қалады енді. Жоғымен 2,5-3 миллион теңге жай ашын бізде расход. Күн көруге тамақты есептеген жоқсың сен? Тамақ енді үйден жасаймыз. Үйден жасап. Жоқ, соны сатып аласың ғой енді. Тамақ сатып аласың. Продукты тоже 2,000-3 мың дирхам кетеді. 300 мың теңгедей продукт айына. Кола ішетін бар арасында. Клиенттеріңді алдайсыңдар ма? Иә, алдаймыз. Қараңыз, біз мысалға көлік келу уақыты негізі 15-20 күн Ақтау қаласына, Дубайдан Ақтау қаласына. Біз оны клиенттерге көптеп айтамыз. 30-35 күн ішінде деп страховка ғой енді, плюс-минус қосып айтамыз. Енді клиенттерге сөйтіп сәл алдайтынымыз бар. Бірақ кейде ерте келіп қалады, клиенттің өзі де қуанып қалады да. 30 күн деп расчет алады, 35 күн деп. Бірақ көлік 20 күнде келіп тұрады. Мына жақтан звондап, көлігіңіз келді деп. Енді сондай моменттер болады арасында. Өйткені уақытымен... Демек бұл жақсы алдау ғой, иә. Уақытын созып, жаңағыдай айтасың, клиенттің өзі де 20 күнде бір жазам деп отырады ғой, 35 күнде, 30 күн деп айтамыз. Бір 20 күн өтсін жазам деп отқан кезде мына жақтан звондап тұрады. Ассалаумағалейкум, көлігіңіз жақындап қалды деп. Өз қуантып жібереді. Қуанып қалады да. Сондай моменттер болады. Негізі көліктер қанша уақытта келеді қазір? 15-20 күн. 15-20 күнде келе ме Ақтауға? Енді жолға қарай ғой, кейде форс-мажор, пробка болады. Одан кейін толқындар болады дейді Каспийда. Атак стандарт негізі 15-25 күн. Атак кейде енді кешігіп қалады, сол 30 күнге біздің айтқан уақытымыз бар ғой. Кейде сол уақытта тұраламып келеді да, 30 күн, 35 күн дейін. Бірақ ондай аз арасында болып қалады. Мысалы, ораза кезінде қазір мысалы жұмыс жасамайды. Негізі ораза кезінде Иран жұмыс жасамайды. 15 күн, 20 күн демалады. Осы уақыттарда мысалы көліктер сәл задержка істейді. Сондай болады ма? Шығып кеткен, Ираннан арға шығып кеткендер шығып, уже Амирабадтан Ақтауға тиеледі. Шыға алмай қалғандар енді сәл Иранда задержка болып қалады. Сондай ситуациялар бар, оның бәрін біз клиентке айтамыз алдын ала. Кейде осындай уақытын қосып алдайтын кездер болады. Негізі ең басты сұрақтардың бірі бұл Дубайдан көлік әкелген тиімді ма Қазақстанмен салыстырған кезде? Мысалға сол қазақтар жақсы көретін Камри 75 болсын, мейлі 22-23 жылғылар бұл жерде бағасы келуімен Қазақстанға бағасы. Және де сен оны ойлайсың ба, ойламайсың ба? Сату жағы қалай болып жатыр Қазақстанда? Мысалға адамдар алады, алуын алады. Сату жағы қалай болып жатыр? Енді сату жағы ол клиенттердің көбісі бізден айдейміз деп алады, көп клиенттер. Өзімізге айдейміз, пробег аздауын, жақсысын тауып берші деп. Өйткені Қазақстан өзінде білесіз ғой, көліктер көп, бағалары қымбаттау.
Иә. мысалға. И бізден көп адамдар, клиенттер жазады, бауырым осындай көлік, мен өзіме айдайтын едім, пробег аздау, даже болса жаңағыдай қай жерінде не болған. Қазақстаннан қараған кезде Дубайдан көлік алған тиімді. Неге десеңіз, біріншіден ақша жағынан, екіншіден көлікті біз Вот Камридан қанша ұтасың конкретно? Енді қараңыз, Камри 50, енді ходовой вариант, Камри 50 есептеп берейін қазір. Енді бағасы арзан ғой негізі. Қымбат көліктердің қымбат болған сайын көлік арасындағы Қазақстанмен салыстырған кезде бағасы көптеу болады. Мысалы, Камридің өзін есептесек, біз ең жақсы деген, пробегі аз деген Камридің бағасы 9 миллион, 9,5 миллион теңге. Енді комплектациясынан қарай. Тура сол көлікті 7 миллион мен 7,5 миллион арасында біз аукционнан ұтып, пробегі аздау, минимальный повреждение Қазақстанға кіргізіп береміз. Енді есептеңіз, 7,5 миллион, 9,5 миллион, 2 миллион, 1,5 миллион теңге арасында уже сіз эконом жасайсыз. Енді қараш, хорошо, просто өз ойым. Камри қай жылға? 2013-14-тен. Уже 10 жыл болған машина ғой, соны алам әлі адамдар? Енді Камри қазір бізде 2000 жылғы Камрилердің әрі 20-ка, 25-ка әлі жүріп жатыр. Қазақстанда жақсы қарайды бізде машинаны. Мысалға 7 миллион теңгеге 2013 жылғы Камри алғанша, достар өздеріңізге сұрақ, 9 миллионға анау Чанган ба бірдеме қытайский машина алған тиімдірек емес па? Енді кому как қой, біреуге Камри өзі ұнайтын адамдар болады. Камриді негізі көп адамдар жаңа жолда негізі Камри қалдырмайды жолға. Қандай уже неден өткенде, проверкадан өткен Камри. Бірақ қараш, енді аралары 10 жыл ғой, 10 жыл. Или жаңа машина аласың, или ескі машина аласың. Сонда да Камри енді өзінікін дәлелдеп қойған ғой. Адамдар сенеді Камриге, Toyota мысалға. Уже сенімді ақтаған, любой жерде қалдырмайтынын білет. Әйтеуір А точкадан. Енді бұл тоже интересный сұрақ. Не таңдайсыз? Камри 50 әлде жаңа қытайский машина? Білмеймін, енді анау черри емес, бірақ черри вообще ұнамады. Или кобальт мысалға. Камри или кобальт. Камри не болмаса қытайский машина. Комментарий жазып кетіңіздер. Екі сұрақ. Қазақтар бұл жерде қалай жүреді? Және де Дубай менен Қазақстанның айырмасы. Қазақтар бұл жақта зор жүреді. Өйткені арабтардың өзі бізде мысалға бұл жерде полиция қызметкері болсын, жаңағы ЦОМ болсын, барлық жерде арабтардың өзі отырады. Біз енді бір-екі жағдайлармен барамыз кейде. Where from мысалы Қазақстан деген кезде, о, Қазақстан деп бір-екі рет мысалы мен өзім бір рет полис ұстап алған. Сол кезде полис ұстап алды, енді ол жерде қорқасың ғой, басқа елде. Іштің бе, не үшін ұстап алды? Жоқ, ішкен жоқпын. Ол кезде парковка, короче, мен видео түсіріп жатқам, жолдың ортасынан қойып машинаны. Сол кезде артынан айналып келіп, қасымнан өтіп кетеді. Мен сәл жолдың шетіне қоям, өтіп кетсін деп. Сөйтсем айналып келіп, встречный келіп қасыма келеді, терезені ашады ғой енді. Сөйтіп басын ашын бітеді. Енді басына не қылмады ғой, не қылып тұрсың деген сияқты. Соны ассалаумалейкум босс дедім. I'm from Kazakhstan, come Kazakhstan деп енді өзіміздің бір-екі неміз бар ғой. Сондай сөздерді айтқан едім. Қазақстанда болдым деді ғой. Қазақстан good деді да, окей деді да, кетіп қалды. Сонда сияқты қазақтарды жақсы көреді негізі арабтар. Чем мысалы бұл жақта енді индус, пакистанецтерді енді аямайды. Бізде полицейскийлер ұстаса, опа, салам алейкум дейді ғой. Бізде уже бұл жақта арабтар жақсы көреді қазақтарды. Енді араб пен қазақтың өмірін бұл жерде негізі байқағаным не тоже, Дубайдағы полицейскийлер анау мелочь нарушенияларға мән бермейді екен, Бұл жақта штраф қой. Телефонмен сөйлескен штраф, ременге штраф. Ременге 25 теңге тақпасан. Мысалға бізде Алматыда тұрам ғой, жан айқай. Тупой бір нәрсе бар да. Болмайтын нәрсе. Иә, Алматының көшелерін білсеңіздер. Любой көше, Мақатаева көше, любой. Екі сызық, екі полоса. Мына жағында парковка қатарына қойып тастаған машиналар. Жарты жол жоқ уже. Получается, сенде 1,5 жол, екі жолдың 1,5 жол ғана қалды. И сен по-любому кейде сплошноймен жүресің светофорға келген кезде бар ғой. Амал жоқ. Амал жоқ. Мысалға, и сол үшін кейде тоқтатады, нарушение үшін штраф салады, сұрақ қояды да мысалға. Одан кейін көшеде тоже кетіп бара жатасың, где-то без поворотника перестроился мысалға. Сондай енді аварийный ситуация болған жоқ, бірақ сондай бір мелочтарға кәдімгідей анау соғылады адам, бүкіл энергиясын, ақшасын сондай. Неге бұл жердегі полициямен жұмысы да халыққа қамқоршылық
және де ыңғайлылық үшін жұмыс істейтін сияқты да. Иә. А бізде плотно ұстау керек халықты. Бізде қысу керек қой. Жинаңдар ақшаны дейді ғой. Халықты қысып, сондай жасамаса бізде қиындау енді. Дубай бізден бір 30 жыл, 40 жылға дамып кеткен ғой. Енді Қазақстан Құдай қаласа скоро жетеді деген сенімдеміз енді. Жақсылап жұмыс болса, бізде жаңа жоғарыда отырған кісілер жақсылап халыққа қызмет жасаса, Дубайдан осып кетуге болады. Өйткені бізде байлық Дубайға қарағанда 4-5 есе өте көп. Ал достар, сіздермен бірге болған шоуда KZ, саяхаттаңыздар, әлеммен бірге танысайық. Және де бүгінгі біздің шоуда болған бауырым Бага Дубай. Ал, сәттілік. Давай. И короче,